Құран оқушыларын көбінесе осы аятты осында қателік жасап қояды. Уәл аср дейді. Жоқ, ол қате болады. Уәл аср. Яғни сот әріпті дұрыс, нақты дыбыс шығару үшін оның бойында біз 5 сипат ұстаймыз. Бірінші ол сипаты, яғни хамс, көп ауа шығару нәтижесінде шығатын дыбыс. Екінші сипаты ол рахуа, өз махражынан әлсіз деген нәрсе. Үшінші сипаты ол яғни истиғля, жуан әріп деген. Одан кейін төртіншісі итпақ, тілдің таңдайының ортасында қысым жасау деген нәрсе. Одан кейін бесінші сипат қарама-қайшылығы бар сипат, ол яғни сафир, яғни ысқыру деген нәрсе. Осы 5 сипат ұстау арқылы біз соттың яғни ақысын бере аламыз. Уәл аср. Одан кейін ро әріп бізде мына жерде жуан болып келіп тұр, яғни истигля. Себебі сот әріп сукун, оның алдына харакаты фатқылы болғандықтан ро да жуан бізде, со әріпті жуан болады. Уәл аср. Иннал инсана лафи хуср. Қате. Көпшілік Құран оқыған кезде нун әріпте қате жасап қояды. Себебі иннал істейтін болсақ, ол қате болып келеді. Нун әріп бізде шадалаған кезде ең кемел ғуна болып келеді. Ең толық, ең кемел. Яғни біз кеңсірек ұстау арқылы оның ақысын бере аламыз. Иннал. Одан кейін екінші бізде ихфа болып келіп тұр, ол толық ғуна болып келеді. Бірақ кемел емес. Инсана. Нун әріпті біз син әріпке жасырамыз. Одан кейін бізде мәт болып келіп тұр. Инсана лафи. Одан кейін тағы да мәт тобиғи болып келіп тұр. Мәт тобиғи жалпы үкімі ваджиб, екіге созу ваджиб болып келеді. Одан кейін тағы да үлкен қате, ол бізде хуср дейді. Яғни син әріпті жуан болып шығарып жібереді, сотқа ұқсатып. Неге? Себебі хо әріп жуан, ро әріп жуан, сол үшін син әріпті сот қылып шығарып жібереді. А негізі син әріпті дұрыс шығару үшін оның бойында 5 сипаты бар. Бірінші ол бізде хамс, көп ауа шығару нәтижесінде шығатын дыбыс. Екінші ол рахуа, әлсіз өз махражынан. Үшінші ол истифаль, яғни жіңішке әріп. Төртіншісі ол инфитах, яғни ешқандай қысымы жоқ. Қысымы тек бізде сот әріпте бар. Екеу айырмашылығы сол, сот пен син. Одан кейін бесінші сипат, қарама-қайшылығы бар сипат, ол сафир, яғни сықыру арқылы. Сол үшін біз қалай оқимыз? Хуср, хуср, хуср. Ро әріп жуан болып оқылады. Иннал инсана лафи хуср, хуср. Иллаллазина. Ол қате болып келеді. Себебі бізде екі шада келіп тұр. Екеуінде ақысы бірдей болу керек. Көпшілік Құран оқыған кезде бірінші лямға шада бермей, екінші әріптің шадын ақысын береді. Яғни иллаллазина. Ол қате болып келеді. Иллаллазина. Иллаллазина. Өлшемі бірдей болу керек осы екі лямда. Екеуінде бойында байыны сипаты бар. Иллаллазина аману. Одан кейін тағы да қандай қателік кетіп қалады? Яғни мұна мәтті дұрыс созбайды. Хамзаны біз мияқты мәт бадал болып келеді. Бірінші хамзаны біз лақтырамыз, одан кейін мәтті созамыз. Аману, аману. Одан кейін вау әріпті орындаған кезде мәтті біз не істейміз? Тілді артқы бөлігі, яғни артқа қарай сызылып, артқа қарай кету арқылы не істейміз? Біз барлық ваудың ақысын сол кезде бере аламыз, яғни мәттің. Аману, аману, ва амилу солихати. Яғни бізде сот, одан кейін ха әріпті екеуде не болып келіп тұр? Мәт болып келіп тұр. Мөлшемі бірдей болу керек. Ва амилу солихати. Көпшілік Құран оқыған кезде соттың шәдісін білдіртпей кетеді. Негізі оны білдірту үшін біз бірінші не істейміз? Оны сукунға кіреміз. Себебі шәдің ішінде бірінші әріп сукун, екінші харакат қой. Сол үшін вағамилу солихати, вағамилу солихати, ватауа, ватауа, мәт болып келіп тұр, яғни үкімі вәжіп, мәт тобиғай. Ватауа соу. Одан кейін бізде вау әріп немен келіп тұр? Яғни сукун. Вау әріпті сукунды болып, алдына харакатты фатқалы, сол харфлинге болады. Яғни дыбысы шыққан кезде ешқандай кедергі болмау керек.
Ватавасау. Ватавасау. Одан кейін оны орындаған кезде біз не істейміз? Ерінді, яғни жинақтап, трубка қылып шығарамыз. Ватавасау бил хаққи. Хаққи. Хаққи қате болады. Хаққи. Ватава тағы да мәт тобиғи болып келеді. Соу мына бізде харфин орындаймыз. Соу уа әріп бізде мына жұмсақ болып келіп тұр. Ешқандай кедергісіз шығару керекпіз. Бис собр. Көпшілік адамдар, яғни ро жуан болғандықтан, одан кейін со жуан болғандықтан бә әріпті жуан шығарады, собр деп. Жоқ, бұл қате. Бис собр. 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 Одан кейін роны қосамыз. Бис собр. Бис собр. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.